Сәлеметсіздер ме? Мен Абай атындағы жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Мұстафина Гаухар Иясовна. Бүгінгі сіздермен бөліскелі отырған тақырыбым сабақта қолданатын тиімді әдіс тәсілдер. Сабақ барысында оқушының ізденуі мен зерттеу дағдыларын қалыптастыра отырып, пәнге деген қызығушылықтарын арттыру мақсатында қолданатын технологиялар баршылық. Солардың бірі сын тұрғысынан ойлау технологиясы. Оқушылардың мәтін мен жұмыс дағдыларын дамытуға, ауызша және жазбаша тілдің барлық түрін қарым-қатынас дағдыларын меңгертуге бағытталған технология болып табылады. Осы орайда мен сіздермен өз сабағымда қолданатын сын тұрғысынан ойлаудың бірнеше әдіс тәсілдерін сіздерге көрсетіп өтейін. Әдіс тәсіліміз микс жаттығуы. Бұл жерде оқушылар жаңағыдай жекелеме жұмыста, я болмаса топтық жұмыста өте ыңғайлы әдіс тәсіл болып табылады. Оқушыларды шығармашылыққа баулуда бұл да өте ыңғайлы. Жаңағы өтіп жатқан тақырыпқа байланысты 9 я болмаса 10 тірек сөз беріледі. Осы 10 сөзге байланысты оқушылар өздеріне ұнаған сөздерін алып, сол сөзге байланысты өлең шығаруға болады. Я болмаса эссе жазады, суретін салады, сахналық көрініс көрсетеді. Бір әннің әуеніне салып, топпен орындауларына болады. Микс жаттығуда өздерінде бір сөзден алып, сол бойынша жұмыс жасай отырып, топтық жекелей жұмыстарға қолдануда өте тиімді әдіс тәсіл болып табылады. Келесі диал әдісі, бұл жерде топтық жұмысқа өте ыңғайлы. Өтіп жатқан тақырыпқа байланысты оқушылар жаңағы 4 топқа бөлінеді. Оқығанды, көргенді сипаттайды. Екінші топтағы оқушыларға түсіндіру, бұл жерде жаңағы оқиға бойынша не білгендерін суреттеп салады. Ал келесі үшінші топтағы оқушылар талдау, бұл ақпаратты талдайды, қорытынды жасайды. Төртінші топтағы оқушылар байланыс, сол шығарманың өмірмен байланысын, я болмаса бар өздерінің білетін білімдерімен байланыстырып айтатын болады. Бұл да жаңағы оқушылардың шығармашылыққа жетелеудің бір жақсы әдісі болып табылады. Бұл жерде жаңағы бір тұжырым үш дәлел әдісінде жаңағы өткен тақырыптарға байланысты бір жаңағы нақыл сөз, я болмаса бір сөйлем беруге болады. Соның ішінен өздеріне ұнаған бір сөзді алады дағы бір тұжырым сол сөзге байланысты үш дәлел келтіреді. Мысалы ретінде мен сіздерге оқушылардың жасаған сөздерінен жаңағындай өткен тақырыптар бойынша алған жұмыстарынан мен дәлел келтіріп келіп отырмын. Мына жерде жаңағы Әбу Насыр әл-Фарабидің бақытқа жету жолында барлық халық бір-біріне көмектесетін болса, жер беті түгелімен берекеге толады. Осы нақыл сөздің ішіндегі бақыт сөзіне тұжырым жасады. Тұжырым ретінде алды. Осы бақыт сөзіне үш дәлел келтірді. Бірінші дәлел: бақыт адамның бүкіл өмірінің арқауы. Екінші, ежелгі грек данышпан Аристотельдің түсінігімен бақыт деген адамгершілігі мол адамдарда өмір сүретін жан. Үшінші, біз бақыттымыз, өйткені біз жарық дүниені көреміз, жақсы сөздерді естіп, оқып, көріп білімімізді шыңдаудамыз, екі қолымызбен еңбектенудеміз, өз аяғымызбен жүріп баратын жерлерге барудамыз деп оқушылар өздерінің бақыт деген сөзге келтірген үш дәлелін келтіріп отырмын. Одан кейінгі әдіс тәсіліміз дыбыстар сөйлейді әдісі. Әбу Насыр әл-Фарабидің жаңағы шығармаларын өткен кезде әл-Фараби сөзіне жасаған дыбыстар сөйлейді әдісін сіздермен бөліскелі отырмын. Бұл жерде оқушылардың жаңағы дыбыстар сөйлейді әдісі бойынша жасаған жұмысында әл-Фарабиді әлемге әйгілі ойшыл, логика ғылымын терең зерттеуші, философия ғылымындағы еңбегі зор бағаланды, алғашқы білімді қыпшақ тілінде отырарда алады, рухани құндылықтарды бойына сіңдіріп өсті, ақыл ойының ұшқырлығы мен білімінің молдығы көпті тәнті етті, білім, мейірбандық, сұлулық, ғұлама шығарманың түйіні, имандылық басты қағидасы болды деген осы сөздермен Әбу Насыр әл-Фарабидің барлық болмысын сипаттап өтті. Бұл да жаңағы оқушылардың ізденуіне, шығармашылықпен жұмыс жасауына өте ыңғайлы тәсіл болып табылады. Филотәлік толтыру әдісі, бұл жерде жаңағы оқушылар топқа бөлінгеннен кейін әр топқа жұмыстар беріледі. Мысалы, мәтіннен деректер жинайды, сол өтіп жатқан тақырыпқа байланысты. Мәтін туралы өзінің ой пікірін айтады. Шығарма бойынша тақырыбын ашатын сұрақтар құрастырады. Автордың мәтіннің мағынасын суреттеуге қолданған тәсілі жайлы айтады. Бұл да жаңағы оқушылардың өзіндік ізденуіне үлкен жол ашатын әдіс тәсіл болып табылады. Сонымен бірге оқушылар сабақтың аяқтау барысында
шеринг әдісі бойынша ой бөлісті. Бұл жерде барлығы шеңберге отырады, бірақ та бұл жердегі оқушылар бүгінгі өткен тақырыпқа байланысты ойларын ортаға салады, алайда бір-бірінің айтқан сөздерін екінші оқушы қайталауға болмайды. Сонда бұл жерде де оқушылардың сөйлеу тілі дамиды, сонымен бірге есте сақтау қабілеті, я болмаса жаңағындай оқушылармен бір-бірімен жақсы қарым-қатынаста болуына өте ыңғайлы әдіс тәсіл болып табылады. Мен сіздермен бөліскелі отырған әдіс тәсілдерім осындай. Тыңдағандарыңызға рахмет.